өтер кезде жол береді. Енді суретке қарасақ, бізде жол беріңіз деген белгі тұр, және басты жолдың бағытын көрсетіп тұр. Басты жолда бізде жасыл көлік пен жүк көлік тұр. Сондықтан біз екеуіне де жол береміз. Жауабы С. Бірінші жүк көлік жүреді, жасыл көлік, содан кейін біз жүрісімізді жалғастырамыз. Көрсетілген белгілердің қайсысы тек өзі орнатылып тұрған жолаққа ғана қатысты дейді. Мұнда кішкене тестте қате жіберіпті, міне тұрған депті. Тұрған деген сөздің қатесі бар екен. Әрине ол бізде А болады әрі А жауабы. Себебі астында міне қолданылу белгісі орнатылып тұр. А дейміз жауабы. Мұндай тәсілмен сүйреуге бола ма? Жауабы әрине жоқ. Егер қосымша тіркемесі болса, сол кезде рұқсат етіледі. Осы жол белгісі не туралы хабарландырады? Ол бізде ақпараттық белгі. Бұл белгіде сіздер тура және кері бұрыла аласыздар. Сіздерге солға бұрылуға тыйым салынады. Мұнда екі жауап ұқсас, міне көлік құралдарының кері бұрылуына арналған орын дейді. Мұнда кері бұрылу ғана рұқсат етілген орын дейді. Жауабы бізде Б болады. Жеңіл автомобильдің жүргізушісі кедергіні қалай айналып өтеді? Егер де жол таңбасына қарасаңдар, онда тұтас сызық тұр. Мұнда жол белгісі тұр, міне нұсқау белгісі. Сіздерге былай айтайын, жол белгісі жол таңбасынан басымды болып келеді, сондықтан біз тек сол жақтан айналып өтеміз. Көрсетілген белгілердің қайсысы бір жақты жүру жолы учаскесі туралы хабарлайды? Енді бізде ол ақпараттық белгі болып саналады. Ақпараттық белгілер төрт бұрышты, көбісі және де бұл жауапта сұрақта шатасады, себебі мынау бізде нұсқау белгісінде көреді, бір жақты жүріс жолы деп санайды. Көбісі осы екі белгіде шатасады. Біреудің мысалы ақпараттық белгі болса, ол бүкіл жолақтарыңыз бір бағытта жүретінін ақпарат етеді. Мынау нұсқау белгісі тік жүру. Сондықтан жауабымыз 3. Көрсетілген траекториялардың қайсысы бойынша жеңіл автокөлік қозғалысын жалғастыруға рұқсат берілген? Мұнда автобус жүретін жолақ, сіздер А-мен ғана жүре аласыздар. Тротуарлар мен жиектер бойымен көлік құралдарының қозғалысына рұқсат етіледі ме? Жауабы С болады. Объектілерге, жүктерге әкелетін ең қысқа жол бойынша келу үшін барлықтарына рұқсат етіледі. То есть, егер де басқа жол жоқ болса, онда сіз тротуарға, жол жиегіне шығуыңызға болады. Көрсетілген белгілердің қайсысы басқа жүру бөлігіне ауысудың алдын ала нұсқаушы деп аталады? Ол бізде 5-ші белгі болып келеді. Жеңіл автомобильдің жүргізушісі осы жағдайда. Дәл қазір мұнда полиция қызметкері көлігімен келе жатыр. Дыбыстық сигналы мен шамшырағы қосылмаған, сондықтан біз басымды алып өтеміз. Осы белгі көрсетілген жолдарда жүргізіп үйренуге рұқсат етіледі ме? Автомагистральда және бұл белгіде және де тұрғын аймақ деген белгіде сіздерге тыйым салынады оқу көлік құралымен үйренуге. Жүргізушінің қандай әрекеттері автокөліктің сырғуына әкелуі мүмкін дейді? Ол тек қатты жеделдеу дейді. Ол газды басу деген ғой деймін. Тек қатты тежеу, ол тормозды басу дейді. Сонда сен қатты газыңды басып, немесе қатты тормозыңды бассанда, сенде машина занос қалып береді. Сонда жауабы С. Осындайда сұрақтар бар, логикалық. Күнделікті демалыс кездерін жүргізуші
мынаған пайдаланады дейді. Ол ұйқыға дейді, тамақ ішуге, жүргізушінің қалауы бойынша дейді. Әрине, С. Берілген жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісіне аялдауға рұқсат етіледі ме? Енді мында бізде басымдылық белгісі бар. Онда мына бізде тең емес қиылыс болып жатады. Және де бізде жол таңбасы бізде тұтас сызық. Сондықтан бізде жауабымыз рұқсат етіледі, егер де басқа да көлікке кедергі жасамасақ. Егер де жол таңбасы үзік сызық болса, онда қиылыстан кейін 30 метрден кейін ғана тоқтауларына болады. Бүгінгі осы тесттің соңғы сұрағы. Тыңдағандарыңызға барлықтарыңызға рахмет. Лайкты басып, комментарий жазыңыздар достар.